Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз бір өлшемді массивті деректерді енгізу және шығару. Тізімге деректерді енгізу түрлері үш түрі бар. Бірінші, деректерді пернетақтадан енгізу. Екінші, деректерді кездейсоқ оператормен енгізу. Үшінші, деректерді файлдан оқыту. Ал енді рандом модуліменен танысайық. Бұл модульде міндетті түрде импорт арқылы шақыруымыз керек. Бірінші, random random a және v аралығындағы кездейсоқ n бүтін санды шақырады. Мысалы 20, 50 деген сияқты. Екінші, random random, яғни бұл 0 мен 1 аралығындағы кездейсоқ нақты сандарды шақырады. Оған мысалы 0,125, 2,5 сияқты сандарды шақырады. Енді массивті кездейсоқ санмен толтыруды қарастырып көрейік. Бұл жерде де үш әдіс, яғни бірінші әдіске тоқталып өтейік. Бұл жерде x массивін, яғни циклдік алгоритммен 10 кездейсоқ санменен шығарады. Екінші әдіс random randit арқылы, яғни бұл жерде 10-нан 100-ге дейінгі сандарды кездейсоқ сандармен толтырады. Үшінші әдісіміз бұл жерде random, яғни random арқылы бұл жерде 10-ға дейінгі сандарды массивпенен толтырады. Массивті енгізудің екінші әдісімен танысайық. Бұл жерде массив элементтерін өзіміз енгізе аламыз. Мұнда for цикл мен range функциясын қолданылады. Массив элементтерін қолмен енгізудің әдістерімен танысайық. Ең бірінші әдіс append арқылы, яғни бұл жерде цикл қолданып, циклдің ішіне append циклін жазамыз. Цикліміз n қаншаға тең болса, сонша рет сан енгізуді сұрайды. Енді екінші әдісіміз, ол тағы да for циклін қолданамыз, бірақ бұл жерде for циклін инпуттың ішіне кірістіреміз. Яғни қанша рет for цикл орындалады, сонша рет сан енгізуді. Ұзындығы n-ге тең болатын IN тізімі берілген. Осы тізімдегі барлық жұп элементтерді экранға шығарып көрейік. Бұл есепті екі әдіспен шығаратын боламыз. Бірінші әдіс, яғни бұл жерде 5 элемент енгіземіз, яғни цикл арқылы екінші циклдің ішінде, яғни шарт құрылған, бұл жерде жұп элементтерді экранға шығарып береді. Екінші әдісіміз, яғни кездейсоқ сандармен толтырылады, яғни циклдің ішіне randit арқылы, яғни бұл жерде кездейсоқ 5 жұп элементтерді экранға шығарып береді. Енді тапсырмаларды орындайық. Бірінші есепке қарайық. Бірінші есебімізде сыныптастарының телефон номерлері массивінде, A массивінде берілген. Осы телефон номерлері арасынан 5 цифрымен аяқталатын санын анықта. Екінші есебіміз V массиві элементтерінің мәнін 20-50 арасындағы кездейсоқ сандардан құрастыр. Массивтегі тақ орнында тұрған жұп элементтерін экранға шығар. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен болған Зайтинов Нұржан Таңырбергенұлы. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.